Акшамлар хайыр октябрьнан 20 эфирде заман Қырымве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Орды құветлештірілмесі, ишғал етілген территориялар қайтарылмасы, хайын ве арби жинайчылер жезаланмасы. Украина президенті Володимир Зеленский парламентке мұражетта бұлынып, Норманд форматында музакерлер яңылатылмасы ве Қырым платформасы құрылмасы ақында тариф етті. Ишғал етілген территориялар қайтарылмасы үшін украинлер бірлешмелі. Қырым ве Донбасс реинтеграциясы планына дигер мемлекетлерінің тәжірибесіне сасланып азырлана, деді Зеленский. Президентінің чықышында Қырым аққында олған фікірлері біздің левқамызда. Америка Бірлешкен Девлетлері, Канада, Бүйік-Британия ве Түркия еле стратегик ортақлық. Владимир Зеленский Украинанын халқара аренада олған мұнасибетлеріні бойле тасверледі. Украина Люблин учқошелігінің тесчісі олғанны қайдетіп, Украинаға ғарп мемлекетлері қол тұтқанını білдірді. Енді Девлет елбачысы бұл мемлекетлер Қырым платформасына қошылмасын істей. Украина истифағдашыларынан Қырым азат етілмесі үшін күрешкен Қырым татар ве украинлерінің ақлары үшін күрешмелі. На жаль, ви знаєте, у порядку денному нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було і є завжди, і буде завжди у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим. Президент орду аққында да ұнытмады. Мұдафа бюджеті соңки еллар бюджетіне көре ең чоқ олғанны қайдеті пара айырылуы сыңырланажағы хаберіні фейк деді. Украина НАТОның ресми ортағы олғанны қатырлатып, альянснен бірлешмек үшін әрекетлер япылғанын айтты. Қараденіз регионы мұдафасы үшін Украина екі арби деңіз база қорajақ екен. Ич бір қаршылықсыз Қырымны теслим еткен Украинанын сабық етекчілеріні месулетлікке желіп етмеге ішандырды. Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникало навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, посягнути на нашу територіальну цілісність або відібрати в Україні частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність. Еліне селе алғанлар афу етілмейджек. Ишғал етілген территория сакинлеріне тек Украина еле кележек бар деді. Девлет елбашысы қайдеткенне көре бұтын Украина сакинлері ишғал етілген Қырым ве Донбассның ишғал етілген қысымлары қайтарылған сон бұл территорияларынан не япмақны аңламалы. Щоб на Донбас-арені залунав український гімн, а над Кримом замайорів наш прапор, ми повинні ухвалювати рішення, які наближають деокупацію. Всі українці мають однаково розуміти, що буде після звільнення та повернення наших тимчасово окупованих територій. Досягнувши миру, ми розпочнемо безпечну реінтеграцію, користуючись успішним міжнародним досвідом. Зеленский айтқанына көре Украина ишғал етілген территорияда яшаған ватандашларына ұнытмай ве олар Украина аққында Русия матбуат васталарынан дегілде Украинадан білмесін істей. Украина бұл территорияларда яшаған генчлер үшін күреші. Олар Украинада бедавали оқуф юртларда оқымалары үшін шарайтлер ярата деді. Ми відновили міст і дорогу в станиці Луганськ. Вирішили питання щодо питної води на Донбасі. Ми будуємо нові та зручні, сучасні КПВВ, зокрема й на межі з Кримом. Надважливо, яку Україну бачать наші громадяни, перетинаючи тимчасовий кордон. Зеленский өз чықшында саясетчілеріні чоқча жебеге бармаға чағырды. Украина шарқында девам еткен жен қаққында іштимai ағылардан дегелде шақсен арби ве ерлі сакинлерден огренмеге чағырды. Ярын президент фракциясындан 100 грамм депутат жебеге барып, жен қақы бетлеріні өз көзлерінен көрежек екен. Владислав Стужук, Заман, АТР. Президент әлемден айырылған бөле Володимир Зеленскийнің чықшына межлис рейсінің муавинове халық депутаты ақтемчейго сесленді. Қайдеткенне көре Зеленский айтқан еңішлер оңа кешкен акиметтен мирас оларақ қалды. Қырым татар халқынан сияси ұқықи проблемалары чезілмесі үшін халқынан статусы белгілеген
Канун кабыл етіліп, милли территориаль мұқтариет тешкіл етілмелі деді. Нічого не казати про вирішення політико-правових питань корінного кримсько-татарського народу на своїй батьківщині, які б посилили позиції України перед ворогом Росією. Це, здається, вже стійка позиція президента і його команди в питанні прийняття законопроєктів, запропонованих Меджлісом кримсько-татарського народу. Мejlis рейсінің муавины Ilmi Умеров есе Зеленскийнің чықышыны Советлер заманында айтылған ләтифені хатырлап изатлады. Бірінші сыныфқа балалар келелер, ожалары кіре, башлай айтмаға. Совет бірлігінде епсіне яқшы яшайыш. Совет бірлігінде епсіне яқшы суға. Совет бірлігінде епсіне яқшы теміз ава. Совет бірлігінде балалар бақшалары, мектеплер епсіне яқшы. Балачықлар ағылап башлайлар. Ожа шашып қалады сорай. Не ағылайсыз, я? Олар дейлер, біз Совет бірлігінде істейміз. Мен де Зеленский бүгін айтқан Украинаға істейм, ама нерде олғанны көстеріп болса. Мен белесем, çok şeyler айтып ташлады бүгін. Керчекнен ялан қарышық. Ve biz onu laflarından değil de işlerinden pay pişmek gerekmez. Имайы Джемиджи Таблямитовқа қаршы башлатылған жинай дава тоқтатылмасыны талап еткен ишгалчылар оны ябанжы девлет территориясында қанунсыз арби құрылышта иштирак етті деп қабатлай. Сөз Украина қытасында ресми шекілде тешкіл етілмеген Номан Челебежихан адына батальон аққында кете. Адвокат Айдер Азаматов Украинаның ресми органларындан бұл батальон аққында малюмат сұраштырған. Ичбір жевапта батальон қанунсыз олғаны ве батальон азалар Украина территориясында бірде-бір жинайет япқаны аққында малюмат yok. Aksine asker cemaat birleşmesi Ukrayn sınırına yardım etkeni bildirili. В данных ответах было указано, что люди, которые состоят в формировании АСКЕР, который является подразделением батальона, принимали участие в патрулировании, принимали участие в несении службы наряду с пограничными органами Украины. Из ответа из Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины ни одно лицо, которое является участником вооруженного формирования батальона имени Нумана Челебеджихана, к уголовной ответственности за участие в данном батальоне привлечено не было, что доказывает, что никаких нелегальных действий эта организация не осуществляла. Меджит Таблямитов август айында Ислам Терек районында евінде тинтуф кечірілген сон тұтылған еді. Оңа басқа алтында қабатлавына өз бойына алмаға мечбур еткенлер. Даваға адвокат Айдер Азаматов қошылған сон 26 яшында олған Меджит өз шатлығына деңіштірген ве озны қабатлы оларақ саймай кеченлері есе ешғалжелер махкемесі оңа апсте тұтуына оны ве адвокатына хабердар етместен девам еттірген. Ему инкриминируется 208 статья, якобы он пробыл в составе батальона Нумана Челебеджихана. Вот. Здесь это понимается как участие в незаконных, неформальных военных формированиях. В этой статье здесь у нас уже он пятый по этой статье в Крыму. Ряд людей до него уже отправлены в места, где они должны пробыть свое наказание. Минск анлашмалары тежавуз ве құрбанны біреті. Бұны Азербайджаннан Украинадаки элчisi Эльмира Ахундова дағлы Қарабақ ве Донбассынан ишғал етілген қысмы бойынша музакире мейданына қияслар екен айтты. Оның сөздеріне көре 26 ел девамында Азербайджан барышық шекілде даваны чезмеге тырышы бірқач вариант теклиф еткен. Азербайджаннан территориясына запт еткен Эрменистан әрбір тешебусына блок етеді дей. Арачы олған ОБСЕ тек тефсиелер берекен. Азербайджан ве Эрменистан арасында арбидавада 1988 сенесі Азербайджанға айыт олған дағлы Қарабақ территориясы үшін башланған еді. Регионның чоқ осы сакенлері
Ermeniler еді. Олар Ermenistan'ın destegi ile sözde referendum keçirip mustaqillik ilan ettiler. Ama 1991 senesi keçirilgen referendumны ne Azerbaycan ne de Birleşken Milletler tanıdı. Cenk 1994 senesine kadar devam etti. Azerbaycan öz territoriyasının 20%'ını gayip etti. 26 yıl devamında atışılar ara sıra ep olup geçeydi. Sentyabrının sonunda ise Azerbaycan zapt etilgen territoriyalarını azat etip başladı. Минская группа занималась только увещеванием и Азербайджана, и Армении. Вот это самое, кстати, плохое, эти двойные стандарты. Это уравнивание в своем положении жертвы агрессии и агрессора. Вот это всегда нас очень обижало, потому что 26 лет никто из международных организаций, никто из европейских стран, кстати, в отличие от вашей ситуации, не заявил, что Армения — это страна-агрессор. И вот это было самым неприятным в деятельности этой Минской группы. Ишгалжелер Алтын Орду девріне айтылған қадеми ерде қазма ішлеріні башлатты. Едіқойы районынан Қачан, Новониколаевка койы янында işçiler су боруларына кешіргені вақыт 14-ші асырдан 18-ші асырға қадар олған аджы ел ерлешмені тапқанлар. Ишгалжелер тахмине 4000 квадрат метрде қазма ішлеріні кешіріп орта асырларда қоланылған чұқырларына огренгенлер. Бұне бәрібер тунч деверге айт олған ерлешме тапылғандыр. Янында Некрополь ве Курган бар екен. Тапылған объектлеріні Русияде қайд еткенлер. Ишгалжелер ярмаданы запт еткенінден берлі бірчоқ ерде қазма ішлеріні кешіріп тапылған объектлеріні Русия территориясына алып шығалары. Русия незаретінде олған жінкеберлер бүгін оғыз аланында атешкес режиміні бозмаған. Кешкен күнде маманда есе бір қач кере Украина арбилері позициялар атешке тұтылған. Атеш танқа қаршы граната атыжы ве атыжы селядан Луганская койы янында açылған. Оғыз штабында хабер еткенлеріне көре Украин арбилері үшін телеке олмағаны үшін қаршы ұжым етілмеген. Ишгалжелер өз ордусына чоқсы инсанлар желп етілмесі үшін пропаганданы қуветлештірі екен. Наразі, незважаючи на збільшення агітаційних груп і залучення ресурсу підконтрольних ЗМІ, якість і кількість осіб, які бажали підписати контракт, не задовольняють потреби противника у комплектуванні підрозділів за рахунок місцевих мешканців. Окупанти змушені здійснювати набір серед осіб, які не мають постійного місця працевлаштування, та колишніх військових, які були звільнені за порушення умов контрактів або по закінченню їх термінів. Кечкен күнде мамандада 113 инсан COVID-19 құрбаны олды. 5469 инсанда бұл хасталық белгіленген. Украинада коронавирус тест тарқалғаны үшін биологик телекелерге қаршылық Костеров милли штаб тешкіл етмек қарарға келділер. Бұл қарар үшін юқары шура топлашуында 308 халық депутаты рей берді. Штаб бұл хасталықнен күрештет бірлеріні координация етіп, коронавирус тарқалуы бойынша инсанларына хабердар етмек керек. COVID-19 хасталығына оғырағанларына бедава диагностика ве тесттен кечіровыны, тедавиленов екімлер қорывыны ве хасталарға іштимай ярдым беруіні темин етмелелер. Сағлық назира депутатларға айтқанына көре хасталарынан сайысы күнде 11-15 бінге қадар етсе жидди карантин көрсетілгенін айтып, ең ярамай сценарий аққында да тариф етті. І четвертий рівень. Це коли ресурси системи охорони здоров'я вичерпані. Це коли щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на добу. Тут ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги. Ишгал етілген Қырымда да 213 инсан коронавирус хасталығына ұғыраған. Бір инсан хасталықтан себеп вефат еткен. Пандемия башлағанынан берлі COVID-19 хасталығы 7333 инсанда белгіленген. 113 инсан вефат еткен. Ұсат қазір олған сонки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Бір-біріңізге мұқайт олыны саты ерденесе айырылманыз көрішкенже.